Қайырлы күн, құрметті көрермендер, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай керемет салаттардың бірі, жасалу жолы өте оңай әрі пайдалы салаттардың бірі, яғни картофельный пай қосылып жасалынатын салаттың жасалу жолын сіздерге ұсынатын боламын. Міндетті түрде менің арнама тіркеліп, видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Алдын ала керекті заттарымызды дайындап қайнатып аламыз. Қызылша, жұмыртқа және де сары жүгері ыдыстағы. Сосын бізге шикі картошка қажет болады. Картошкамыздың сыртын ашып, оны тверкадан өткізіп дайындап алдым. Содан соң міндетті түрде 2-3 қайтара, яғни салқын сумен шайып алатын боласыздар. Міндетті түрде 2-3 қайтара тазалап жуып алыңыздар. Жуып тазалап алған картошкамызды енді міндетті түрде кептіріп алуымыз керек. Ол үшін бізге яғни осындай мата сүлгі қажет болады. Осылай барлығын жайып 15 немесе 20 минутқа, тіпті 30 минутқа қалдырсаңыздар да болады кебу үшін. Кеуіп дайын тұрған картошкілерімізді енді қатты қызып тұрған майға пісіріп алатын боламыз. Міндетті түрде майымыз қатты қызып, яғни дайын болып тұру керек. Содан соң картошкамызды бірден барлығын салып жібермей, аз-аздан, яғни бір уыстан сала отырып, осылай қызарғанша пісіріп алатын боласыздар. Қызарып піскен дайын картошкілерімізді, яғни осындай тарелкілерімізге салып алатын боламыз. Осымен біздің картофельный пайымыз дайын. Енді алдын ала қайнатып дайындап қойған жұмыртқамызды осылай бөліктерге бөліп аламыз. Алғашқыда, содан соң ұзынша етіп турап шығатын боламыз. Құрметті көрермендер, менің видеом сіздерге пайдалы болып ұнап жатса, міндетті түрде өз ойларыңызды комментарий бөлімінде қалдыра кетіңіздер, және де лайк баса кетсеңіздер, мен қуанып қалушы едім. Менің арнамда бұдан да басқа өте көп салаттың түрлері бар. Міндетті түрде, яғни парақшамды көріп, жасап көрсеңіздер болады. Турап дайындап алған жұмыртқаларымызды осындай көлемі үлкендеу ыдысқа салып алатын боламыз. Келесі кезекте қызылшамызды да ұзынша жіңішке етіп турап алатын боламыз. Барлық қызылшамызды осылай ұзынша жіңішке етіп турап шығасыздар. Видеода көрсетілгендей етіп. Көріп тұрғандарыңыздай жұмыртқамызды және қызылшамызды турап ыдысымызға салып алдық. Енді осының үстіне жүгеріні салатын боламыз. Жүгерінің суын төгіп жібересіздер, және де барлығын салып жібермейсіздер, тек жарты бөлігін саласыздар. Содан соң оның үстіне майонезімізді салып аламыз. Енді қасықтың көмегімен жақсылап араластырып алатын боламыз. Құрамы 3 заттан тұратын салатты міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге 100% ұнайды деген сенімдемін. Ендігі кезекте жаңағы пісіріп дайындап алған картофельный пайымызды да, яғни кішкене аз бөлігін осылай салатымызға салып алатын боламыз. Қасықтың көмегімен тағы бір рет араластырып аласыздар. Дайын болған салатымды осындай әдемі 2 тарелкілерге бөліп алдым. Енді осының үстіне жаңағы қалған жарты жүгерімізді салып шығатын боламыз. Содан соң бетіне осындай картофельный пайымызды осылай қойып қоясыздар. Көріп тұрғандарыңыздай біздің картофельный паймен дайындалған қызылша салатымыз осымен дайын, өте пайдалы әрі жасалу жолы да оңай. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Назарларыңызға үлкен рахмет. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Сіздермен болған Гүлбану.